Құрметті достар, бүгін сіздермен біз тағы да Кавказ халқының асханасынан Кабардино-Балкар халқының хитчин деген тамағын дайындағымыз келіп тұр. Оны дайындау жолы оп-оңай. Бұл да жаңа хачапуриге өте ұқсайды, бірақ хачапуриден жұмсақтау келеді дағы. Одан жұқалау келеді. Жасалу тәсілдері жасалу бірдей сияқты. Сондықтан жасалу өте қиын емес. Сондықтан жасап көрейік. Бұл тағамды пісіру үшін бізге 500 грамдай ұн керек. Сосын 1 шай қасық тұзбен 1 жарты шай қасық ас содасы керек. Сосын 1 жұмыртқа керек. Сосын мына ас содасын мына айранға қосып, бәрін қосып илеп аламыз. Содан кейін оның бетіне салатын, ішіне салатын нәрселеріміз. Мынау біздің жаңағы піскен әдемі картобымыз. Пюре қылып алдық. Бұның ішінде түйіні болмау керек. Содан кейін мынау жаңағы голландық ірімшік. Бұны әдемілеп теркіден өткізіп аламыз да екеуін қосып саламыз. Қазір енді қамырын илеп алайық. Міне жұмсақ әдемі қамыр илеп қойдық. Қазір бір жарты сағат тұрады. Жауып қоямыз. Бір айта кетерлігі, ішіне бір 50 грамдай сары май қосып жібердік. Енді қазір ол тынығып тұрғанда біз мына ішіне салатын нәрселердің заттарының бәрін торлап қоюымыз керек. Мынаны кәдімгі майда теркідан өткізу керек. Себебі ол ішіне салынады. Пюреміз дайын тұр. Мына жұмсақ қамырымыз енді ұзын шағып алдық. Енді қазір оны бөліктерге бөлеміз. Мына бөлдік. Енді осыны тағы да майда бөліктерге бөлеміз. Себебі бұл майдалау болу керек. Енді осыны қазір мынандай әдемі 8 бөлікке бөлдік. Енді бұны мынандай қолмен жайлап ашамыздағы. Мына жаңағы картобымыз бен ірімшігімізде 8 бөлікке бөлінді. Енді бұны ортасына әдемілеп жаба саламыз. Енді жайлап шығып кетпей үшін жан-жағына жайлап жаюымыз керек. Қазір қойып қояйық. Жаямыз қазір. Енді келесісін аламыз. Бір айта кетерлігі, екеуінің размері бірдей болу керек. Мынау сыртындағы қамырымыз бен ішіне салатын жаңағы картобымыз бен ірімшік саласыз ба, картоп саласыз ба, көкшөп салсаңыз да болады, ет салсаңыз да болады. Екеуінің аумағы бірдей болу керек. Сонда жаңағы әдемі шығады. Міне осылап жасай беріңіздер. Қазір енді мына басын бастап әдемілеп жаямыз. Бұны жайлап жаймасаңыз, ортасында ірімшігіміз бен картобымыз бар, ұмытып кетпеңіздер, ол ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан жайлап сымыла деп жайлап жаясыздар. Себебі ашылып кетуі мүмкін. Бұны жұғап жаю керек. Бұл Кабардино-Балкар халқының ұлттық тағамы болып есептеледі екен. Сондықтан ана хитчиниға қарағанда бұл кішілеу болады, сосын бұл жұқа болады өте. Сондықтан жайлап жұқалап жайыңыз. Жайлап жай бересіз. Сосын қызып тұрған сковородкаға май салмай қуырып аласыз. Бұл жұқалап болу керек. Неғұрлым жұқалап жайсаңыз, соғұрлым әдемі көрінеді көзге. Сондықтан әдемі шығуға тиіс.
Міне іші жыртылмай әдемілеп жайылу керек. Міне өстіп бәрін жайып алыңыз. Сосын бәрін пешке апарып салып. Менің сковородкам диаметрі 27. Енді сәл кішілеу болды. Қызып тұрған табаға салдық, май салмай. Енді бір 3 минуттай қойып аламыз. Астын сәл жайлап қоямыз. Міне енді қазір 3 минуттай тұрады. Сонан кейін әдемі хитчен шығады. Міне ашып көреміз қазір. Енді бұны тағы да қойып қоямыз 3 минут. Анау екінші жағы көтерілген кезде мынау көтеріледі. Тіс шығайтын ағашпен кішкентай тесіп жіберіңіз. Сонда жай желі шығады. Міне сәл басып қойыңыз. Оның өзі желі шығады. Ішінде ауасы бәрі шығады. Өз заңдылығы сондай екен. Яғни осы күйінде ала бересіз. Сосын үстіне әдемілеп сары майды жағасыз. Міне екі-үшеуін пісіріп қойдық уже. Сол екі ортада тағы біреуін салып алыңыз. Міне осылай пісіре беріңіздер. Міне әдемі хитченіміз дастарханға келді. Қараңыз, бұл қазақша айтқанда кәдімгі ішіне ірімшікпен жаңадай картоп қосылған жұқпанан. Ал Кабардино-Балкар халқының хитчен деген тағамы. Көріңіздер, сондай арасы жұмсақ. Көріңіз, бір әдемі піскен. Енді осылай жасап көріңіздер. Осылай жасап жүріңіздер. Бұдан да күшті жасап жүрген шығарсыздар. Менің әдісіммен де жасап жүріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар комментарийға. Астарыңыз дәмді болсын.